Рита, мені мұқият тыңдашы. Үй иесі саған көмектесуге рұқсат етті. Ол сондай бір жерден бірдеңе әкеліп қойып, жинап қоясың деп айтады. Бірақ өтінемін, өте абай бол. Ештеңені сындырып алма. Бүкіл осы айда мектепке сондай көп нәрсе алу керек. Онымен сөйлеспе. Тек рахмет пен өтініште. Түсіндің бе? Деп сұрады. Рита терең демалды. Тәте Ләззат, бәлкім бұл бәрін айтпасаңыз да болады ғой. Мен бәрін өзім білемін, түсінемін. Иә, мен сенің бәрін білетіңді білемін. Бірақ мен сені де білемін. Барлық нәрсеңді, қайғыңды да. Ал кім ойлаған болар, 11 жастағы қарындасымды мәжбүрлеп жұмыс істетемін деп. Рита оны құшақтады. Тәте Ләззат, сіз мені мәжбүрлемедіңіз ғой. Мен өзім әрдайым сұрап жүрдім. Сенің жалақың біреуіне ақ жетеді ғой. Жарайды, тіріміз ғой. Өлеміз бе енді. Сенің анаңды, қымбат әпкеңді кездестірсем, аяғынан ұстап тартып алатын едім. Айналып әлемді ертіп жүрмесін деп. Міне солай болатын еді. Рита тек терең демалды. Анасына қалай қарау керектігін нақты білмеді. Өмірінде оны бірінші рет қана көрген. Әрі ол да ұзақ емес, көбімен бір апта ғана болды. Слушас әр келген сайын әпкесіне кінәратпен келеді. Барды есіме ала бастадым дейді. Қазір сәл демалып алып, жұмысқа тұрамын деп уәде етеді. Сосын пәтер жалдап, Ританы өзімен бірге алып кетіп, екеуі тыныш өмір сүреміз деп айтатын. Әрине бұл Ританы қатты қорқытатын. Слушаш оның анасы болса да, негізінде бөтен адам еді. Бірақ қыз бекер уайымдамайтын. Өйткені бірнеше күннен кейін ақ Слушаш жоғалып кететін. Әпкесінің жалақысының жартысын алып, кейін қайта келіп тізерлеп кешірім сұрайтын да тағы да жоғалатын. Жақында ғана Рита өзінің қалай дүниеге келгенін және неге Ләззатпен бірге тұратынын білді. Баяғыда тәтесінің күйеуі болыпты, ал кенже сіңлісі соған көз салған екен. Онда ешқандай махаббат болмаған, бірақ мінезінің жамандығы жеткілікті еді. 18 жастағы қызға 40-дағы еркекті азғыру не тұрады? Ештеңе тұрмайтын. Ләззат бәрін тым кеш білген, ал Слушаштың іші шығып қалған болатын. Әрине ол ұзақ жылап әпкесінің иығына сүйенген. Күйеуінің өзі маған тыныштық бермейтін деп ақталған. Әрине сол-ақ екен, күйеуі түсініктеме берместен кетіп қалған. Баланы Ләззат өзіне алып қалған, ал Слушашты оқуға жіберген. Міне сонымен бәрі біткен. Ләззат жұмысынан шығып даяшы болып орналасты. Иә, абыройлы емес, бірақ сағаттық еңбек ақымен бұрынғыдан да көп табыс тапты. Мейрамханада бәрі Ританы оның қызы деп ойлайтын. Ләззат та оны теріске шығармайтын. Өйткені ол Ританы баяғыдан ақ өз қызы деп санайтын. Өзінікі, Слушаштікі емес. Кейде күйеуін еске алатын, тіпті аяйтын да. Бірақ артынан жаман ойларын қуып шығып, жай ғана өмір сүре беретін. Ешқандай ғажайып күтпей, жалпы ештеңе күтпей, тек өмір сүріп жатты. Рита өсе бастаған, барлық жағына көмектесуге тырысатын, ал Ләззат Ританың өз қызы емес екенін біреу біліп қоя ма деп қатты уайымдайтын. Ой, адам көп қой, деді Рита Ләззаттың қолынан ұстап. Мұнда тіпті адасып кетуге болады. Уайымдама, адаспайсың. Бұл жерді сен менен жақсы білесің. Ең бастысы мен не айтқанымды ұмытпа. Ешкіммен сөйлеспе. Бүгін өте ауқатты адамдардың тойы. Олар біздің қалада ең беделділердің бірі. Мәссаған, сол себепті адам көп, е? Иә, солай. Тек сен уайымдама. Мен сені білмеймін деп айтуға болмайды, деді. Рита аздап тұтығып, сосын айлакерлене қарап. Ал саған туфли алып береміз бе? Ләззат күліп жіберді. Міне, тентек те осы сен ғой. Мінез құлқыңа қарай көреміз. Той қыза түсті. Рита асханада көмектесіп жүрді. Ыдыс жуатын жерде.
Официанттар үлгере алмай жатты. Ресторан иесі ас үйге кіріп келді. Рита, салфеткаларды тексеріп ауыстырылу керек. Шығара аласың ба? Біз үлгермей жатырмыз. Әрине, деді қыз. Ресторан иесі күлімсіреді. Кәне, көмектес қызым. Ұсақ түйек болса да басқаларға аз жүгіру болады. Рита гүленка алжапқышын шешіп, басқа таза алжапқыш киді. Ол бойшаң қыз еді. Көп адам оны 14, тіпті 15 жаса деп ойлайтын. Ал 15-те болса ешкім күдіктенбейді де. Ол залда шапшаң қозғалып, әуелі салфеткаларды ауыстырды. Сосын қанша жиналса да лас ыдыстарды жинап, әрі қарай кете берді. Қараңғы дәлізшеден әжетханаға апаратын жолмен өтіп бара жатып, Рита күйеу жігіттің бір қызды құшақтап тұрғанын көрді. Ал ол қыз қалыңдық емес екені анық еді. Қалыңдықты Рита бұрын да көрген. Ол сондай нәзік, ұялшақ әрі мұңды болатын. Түсініксіз, әрине той өзінікі ғой. Бірақ осындай күйеу жігітпен кімнің болса да көңілі түсіп кетер. Рита көргенін ойынан шығаруға тырысты. Бұл оның шаруасы емес. Тәтесі айтқан, дұрыс жүр, араласпа деп. Шамамен 5-ші рет лас ыдыс алып шыққанда, Рита күйеу жігіттің ақыры қалыңдықтың қасында отырғанын көрді. Қыз бір жағына бұрылып, әлгі бұрынғы құшақтасқан қызбен сөйлесіп отырды. Ал күйеу жігіт... Рита тоқтап қалды. Күйеу жігіт ешкім мән бермеген сәтті пайдаланып, үстел астында кішкентай құтыны ашып, ішіндегі ұнтақты қалыңдықтың бокалына төгіп жіберді. Сосын оны тез ғана бетін сүйіп, үстелден тұрып кетті. Әлгі қыз да қалыңдықты әңгімемен алаңдатып отырған артынан ілесті. Қалыңдық бокалын алу үшін қолын созды. Рита араласуға болмайтынын білетін, бірақ сұрап қана қояйын деді. Сіз сондай әдемісіз, деді ол. Қалыңдық Ритаға жымиып, бокалды көтерді. Ал сіз ауырып тұрсыз ба? Деді Рита кенет. Қыз таңырқап қарады. Неге олай дедің? Жаңа ғана күйеуіңіз сізге бір дәрі салып еді. Қалыңдықтың жүзі ағарып кетті. Ол бокалды орнына қойды. Сен нақты көрдің бе? Иә, өз көзіммен. Ол үстел астындағы құтыны ашып салып жіберді. Тағы да? Қалыңдық Ритаға мұқият қарады. Тағы не? Айтшы. Айта алмаймын. Анам өлтіреді мені. Қыз жымиды. Уәде берем, ешкім ештеңе білмейді. Қажет болса, бәрін өзім көрдім деп айтам, деді ол. Сіздің күйеуіңіз жаңа ғана сіз сөйлесіп отырған қызды құшақтап тұрды, деді Рита да бар күшін салып жүгіріп кетті. Ол артында қалыңдықтың ойлы көзбен ұзатып салғанын және артынша жымиып жанына келген күйеуіне кең күлімсірегенін байқамады. Рита ыдыс жуатын бөлмеге жеткенде, оларға ресторан иесі жүгіріп кіріп келді. Болды, сендер елестете де алмайсыңдар, не болып жатқанын. Төбелеспе деп сұрады аспаз. Жоқ, одағында жаман. Қалыңдық күйеуіне бокалдармен ауысайық деп ұсынған екен. Отбасында да бір-бірімізге алмастыра алайық деген дәстүр ғой, депті. Ал анау көнбеген. Содан сөзге келіп полиция шақырған. Қалыңдық күйеу жігіт маған бірдеңе қосып берді депті. Екі жақтың ата-аналары бір-бірін өлтірердей, бірақ әзірге өздерін ұстап отыр, полицияны күтіп. Бір қыз кетіп қалмақшы болыпты, ал қалыңдық оны жібермеуді бұйырған. Ол оған көмектесті дейді. Қателеспесем, ол оның құрбысы әрі куәгері сияқты. Мәссаған, қандай оқиға? Деді аспаз. Ал неге қалыңдық күйеу жігіт өзіне у бергісі келді деп ойлаған екен? Мен оны білмеймін, деді ресторан басшысы, иығын қиқаң еткізіп. Әйтеуір бірдеңе көріп қалған сияқты. О, міне сирена, мен барайын. Ләззат пен Рита үйге кетіп бара жатты. Қанша жылдан бері жұмыс істеймін, бірақ мұндай тойды бірінші рет көруім, деді Ләззат ойға батып. Әр нәрсе болатын.
бірде күйеуімен қалыңдық ұрсып сол жерде ажырасуға арыз беретін. Бірақ бүгінгісі нағыз детектив қой. Қыз тәтесіне қорқынышпен қарады. Неге үндемейсің? Әдетте сен 100 сұрақ жауап кететін едің ғой. Әлде сенің де сол оқиғаға қатысың бар ма? Деді Ләззат әзіл аралас күдікпен. Рита тәтесіне өтірік айтпауға тырысатын, бірақ жасы өскен сайын түсінді. Кейде болмайды. Кейде сәл ғана шындықты жасыруға тура келеді. Тәтесін қатты уайымдатпау үшін. Жоқ, қой, Ләззат тәте, мен мүлде ештеңе білмеймін. Тек ұйқым келіп тұр. Қатты шаршадым, деді ол. Ләззат тынышталып қалды. Расында да, неге мен бұлай? Шаршаған ғой бишара. Жарайды, үйге жетеміз де бірден жат. Әлде тамақ ішесің бе? Жоқ, ештеңе керек емес. Рита бірден ұйықтап кетті. Бәлкім, маңызды әрі дұрыс іс істеген адам сияқты тыныш ұйықтады, әрі қатты шаршағанда еді. Таңертең оны дауыстар оятты. Тәтесі біреумен сөйлесіп жатыр. Әрі ол біреу емес, бірнешеу еді. Рита шошып кетті. Шынымен бәрін шатастырып алды ма? Шынымен ештеңе болмаған ба? Енді қалыңдықпен күйеу жігіт келіп жазалайын деп тұр ма? Рита көрпесін басына дейін тартып алды. Жатқан күй ұйықтап жатқандай болды. Тәтесі оны ешкімге жолатпайды. 1-2 минут өтті. Көрпенің астында ауа тар, ыстық еді. Ал ана жақта бірдеңе туралы сөйлесіп жатыр. Бірақ не туралы екенін Рита түсіне алмады. Ол ақырын сығалап қарады. Үйде сөйлесіп отырғандар бар екен. Бірақ ешкім оған мән беріп жатқан жоқ. Рита еденге түсіп, ұшынан басын есікке жақындады. Білесіз бе, мен оны үйге бірінші рет алып келгенде, әкеме бірден ұнамаған. Кейін неге екенін сұрадым, деді әйел дауысы. Ал мен жауап таба алмадым, деді ер кісі. Қарап отырсам, бір жаман энергия бар сияқты. Бірақ қызыма одан жақсы көретінін байқадым. Мен ойладым, оған емес, өзіне тұрмысқа шығады ғой деп. Қызым бұл жігітті менен де жақсы біледі деп сендім. Ал ақырында тағы да әке дұрыс болып шықты. Егер мен ол бокалды ішкенімде 3-4 сағаттан соң жүрек талмасынан өлер едім. Дәл мейрамханада, бәрінің көз алдында. Әрине, ешкім ештеңе дәлелдей де алмас еді. Өйткені ол да сол жерде, бәрінің көзінде отырған. Мен тіпті ойламадым да. Ол менімен оны әдейі менің құрбым деп таныстырған екен. Әкем әрдайым айтатын, әртүрлі әлеуметтік ортадан шыққан адамдардың достары сирек кездеседі деп. Ал мен болса, біздің достығымыз дәл сондай ерекше жағдай деп сендім. Әкем ешқашан маған өзіне ұнамайтын адамдармен араласуға тыйым салған емес. Ол әрдайым өзің түсінесің, кім жақсы, кім жаман дейтін. Ал мен түсіне алмадым. Рита қонақтардың даусы дірілдегенін естіді. Еш күмәні жоқ. Бұл кеше көрген қалыңдықтың даусы еді. Ол есік алдындағы кілемшені түзетпек болып еңкейгенде, сүрініп, есікке сүйеніп қалды да, үлкен бөлмеге шалқасынан құлап түсті. Сәлеметсіздер ме? Деді сасқалақтап. Бірнеше көз оған таңырқай қарады. Ләззат күрсінді. Рита, сен не істеп жүрсің? Тыңдап тұрдың ба дей? Қыз орнынан тұрды. Жоқ, тыңдаған жоқпын. Тек мені ұрсып жатқан жоқсыздар ма деп білгім келді. Қалыңдық алғашында жымиып, сосын күлді. Артынан әкесі де, ресторанның иесі де, Ләззат тәтесі де қосылып күлді. Ритай, деді тәтесі басын шайқап. Қыз олардың өзіне емес, жағдайға күліп тұрғанын түсінді де, өзі де күліп жіберді. Соған Ләззат орнынан тұрды. Жарайды, бәріміз осында жиналып қалған екенбіз, шай ішейік онда. Ресторан басшысы да орнынан тұрып. Ләззат, мен көмектесемін. Ресторанға хабарласып, дәмді нәрсе әкелдіріп қояйын деді. Рита әлі де түсіне алмады. Ол тәтесінің айтқанын тыңдамай, тыйым салған іске араласқаны дұрыс па, бұрыс па.
Ақыры шыдай алмай кеше көрген қалыңдықтың жеңінен тартты. Қалыңдық Айым орнынан тұрып, оның артынан бөлмесіне кірді. Айым, мен саған көмектестім бе, әлде керісінше ме? Әрине көмектестің. Сен әлі де уайымдап жүрсің бе? Иә, Ләззат тәтенің көңілін түсіргім келмейді ғой. Айым таңырқап қастарын көтерді. Ал Рита сол сәтте тілін тістеп алғысы келді. Тәте, ол сенің анаң емес пе? Деп сұрады қыз. Рита ауыр күрсінді де қолынан келгенше барлығын айтып берді. Енді мені тәтем шынымен өлтіреді, деді. Ал ол сосын Айымға қарап сыбырлады. Мүмкін сіз оған ештеңе айтпай-ақ қоярсыз, әйтпесе мені қамқорлыққа алып кетеді ғой. Қорықпа, деді Айым нық дауыспен. Егер біреу тиісе бастаса, менің әкем бәрін орнына қояды. Қамқорлықта қалғандарында жүр кеттік. Айым шешімімен бөлмеге кіріп барды. Әке, біз бұл тамаша адамдарға көмектесуге тиіспіз. Олар күн сайын қорқып өмір сүреді. Қамқорлық деп, Ританы тартып алады деп. Ләззат бетін алақанмен жауып отырды. Қамқорлық? Не, түсінбедім сонда. Мұндай таза, жайлы үйге неге тиіседі? Қалай неге? Өйткені Рита тәтесімен бірге тұрады. Сондықтан тартып алмақ. Ресторан иесі официантқа қарап. Ләззат, мен бірдеңе түсінбей тұрмын. Рита сенің қызың емес пе? Бір сағаттай бәрі әңгіме айтып отырды. Ләззат бүкіл оқиғаны баяндап шықты. Ал ер адамдар ашуларын әрең ұстап, оның күйеуіне және әпкесіне қатысты пікірлерін білдіріп отырды. Осы уақытқа қалыңдықтың әкесі біреуге телефон шалып, қамқорлық мәселесін артқа қарай рәсімдеуді сұрады. Сонда ресторан басшысы да күтпеген жерден айтты. Ләззат, мен әрқашан сендей адам болмайды деп ойлайтынмын. Адам соншалық мінсіз бола алмайды. Бір ақау міндетті түрде болады дейтінмін. Ал енді ұялып отырмын. Ләззат қолын сермеп қойды. Ой, қоя салыңызшы. Рита мен Айым бір-біріне қарап күлді. Олар ресторан иесі мен Ләззаттың арасында бір нәрсе бар сияқты көрінді. Айым орнынан тұрды. Ал біз Ритамен дүкенге барамыз. Туфлилер қарайық деп ойлағанбыз ғой. Әкесі де орнынан тұрды. Онда мен де сендермен барайын, ақша керек шығар, е? Олар еппен шығып кетті. Бірақ шамасы қаттырақ шықса да болар еді. Ешкім олардың кеткенін байқамады. Ал қыздар, мен үйге кеттім. Бізді анан күтіп ойымдап отыр, деді. Айым, ұзақ жүрмеңдер, жарай ма? Жақсы, әке, деді Айым, әкесін бетінен сүйіп. Қайтсең де жақсы болды ғой оралғаның. Әкесі сәл қысылып басын изеді де көлігіне отырды. Рита, кеттік пе сауда жасауға? Деді Айым шаттана. Рита ұялып қана бас изеді. Ал Айым күлкіге басты. Үйрене бер, енді біз екеуміз жиі дүкен аралаймыз. Тек бір шарт, жақсы оқу керек. Рита күрсінді де Айымға қарап. Сен кездейсоқ Ләззат тәте емессің бе? Деді. Екеуі күліп сауда орталығына қарай беттеді. Ал 3 айдан кейін Рита шаттана билеп жүрді. Ләззат пен ресторан иесінің үйлену тойында. Той өте керемет өтіп жатқан еді. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.